Базалық станциялар денсаулыққа зиян. 5G денсаулыққа зиян. Шынымен солай ма? Базалық станциялар құрылысы заман талабы. Олардың көмегімен біз шұғыл құтқару қызметін шақыра аламыз. Ұялы байланыста интернетті қолданамыз және күнделікті өмірде көптеген артықшылықтарға қол жеткіземіз. Базалық станциядан тек электромагниттік сәулелер тарайды. Мысалы, микротолқынды пешпен салыстырайық. Жұмыс істеп тұрған базалық станциядан тарайтын сәулелердің қуаты жұмыс істеп тұрған микротолқынды пеш тарататын сәулелердің қуатынан бірнеше есе аз. Егер қолдану ережесін сақтасақ, ұялы байланыс тіректері де микротолқынды пеште денсаулыққа зиян емес. Мұны дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы өз зерттеулерінде бірнеше рет дәлелдеген. Біздің елде базалық станцияларды орнатуға қатаң талаптар қойылады. Оларды айналып өту мүмкін емес. Базалық станциялар құрылысы бұл қажеттілік. Олар болмаса, байланыс та болмайды.